Өмір неткен қиын сынақ, неткен ауыр жол. Аяғым қатты қақсаған кезде жаным түңіліп, жүрегімді қорқыныш сезімі жаулап алады. Әр минут сайын мен бір күні жүре алмай қаламын деген қара ой басыма келе береді. Ал буыны менікінен де қатты сырқырап ауыратын байқұс әйелімнің біз сүрген тіршіліктен жаман өмір болмайды дейтіні рас. Егер біздің өмірді өмір дейтін болсақ. Ой Диягүлдер, айтыңдаршы, сендер үшін таңғы 5-те тұрып талпынып жұмыс жасадым. Бірақ неге сендер өздерінің қауашақтарында ашпайсыңдар? Неге тіпті майысып, гүлденіп тұрмайсыңдар? Осындай салбыраған гүлдер кімге керек? Осы аяғымның қатты ауыратындығына қарамастан сендерді алтын күннің атысымен батпақтың арасынан әзер алып жинағаным босқа кеткені қалай? Сендер күн шуақтары сияқты ашылып гүлденсеңдер ғана мен өз пәтеріме, әйеліме, жейтін тамағыма қаражат табамын. Әйтпесе осылай өмірдің соңына дейін тек тұздалған балықпен күн көретін боламын ғой. Ай өмір-ай, мен неткен бейшарамын. Жанымнан өткен әрбір адам менің қандай оқиғаға тап болғанымды түсінсе, барлық Диягүлдерді сатып алушы еді. Менің әрбір жасаған қадамымнан туындайтын ащы қақсаулар бұл дүниедегі ең жаман азап екендігіне сенімдімін. Ал менің жұқа киімім мені тастай суық ауа райынан қорғауға шамасы жетпейтінінде, мені ешқашан тойып тамақ жемегенімде, менің бақытты тіршілікпен өмір сүрмегенімде кім кінәлі? Мен қазір өмірдегі ең қиын деген мәселелерді кешіп жатырмын. Сондықтан да өмірден түңілмей, қалған ғұмырымды жақсы болмаса да есте қалатындай қылып өткізе алатыныма үміттенемін.